Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен Арман Ыдырысов. Мен сіздерге бүгін қалай кішкене ракета жасауды үйретемін. Бірінші сіздерді құралдармен таныстырайын. Бірінші бізге легкий поршень, блок красного камня және бізге слиз керек болады. Және қалғандарын істеп атқан кезде көресіздер. Міне бірінші поршеньді аспанға қаратып қоямыз. Сосын слиз оның үстіне қойып, жерді қазамыз. Қазір көресіздер, міне. Осылай. Міне қазып кетеміз. Осылай астына слиз қойып. Осылай істейміз. Енді оны наблюдатель керек болады. Наблюдательді аламыз. Бұлай қоямыз. Осылай қою міндетті түрде. Наблюдательдің алды осылай қарап тұру керек. Міндетті түрде. Болды, біздің ракетамыз дайын. Енді оны оталдыру үшін, жүргізу үшін блок красного камняны аламыз және поршеньнің қасына қоямыз. Болды. Біздікі дайын. Сізге осы видео ұнады деп ойлаймын. Егер ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басуды және комментарий жазуды сұраймын. Бұл өте қиын емес.